Ұлы Қытай қорғаны әлемдегі ең ұзын және ең керемет қорғаныс құрылымы. Бұл қытайлықтардың ерлігі мен батырлығының нақты белгісі. 7 ғасыр, 17 ғасыр. Қорғанның құрылысы ғасырлар бойы жалғасып, Қытай империясын сыртқы жаулардан қорғады. Ол мыңдаған шақырымға созылып, әртүрлі ландшафттар мен табиғатқа бейімделген. Бұл қорған түрлі кезеңдерде сақшылар мен әскерлерге қарсы қорғаныс жасаған. Ол ежелгі қытайлықтардың ұлттық бірлігі мен ерлігін көрсетеді. Қорғанның мұнаралары мен қорғаныс жүйесі. Қорғанда мұнаралар мен бекіністер орнатылған. Олар дабыл қағу мен қарсы шабуылдарды ұйымдастыру үшін маңызды рөл атқарды. Бұл құрылым тек физикалық кедергі емес, сонымен қатар елдің рухын көтеретін символ болды. Ол бірлік пен күштің белгісі еді. Ұлы Қытай қорғаны бүгінде Ұлы Қытай қорғаны бүкіл әлемге әйгілі тарихи ескерткіш. Ол Қытай мәдениетінің байлығы мен батырлығының белгісі болып табылады. Бұл құрылым тек физикалық кедергі емес, сонымен қатар елдің рухын көтеретін символ болды. Ол бірлік пен күштің белгісі еді. Бұл тарихи ескерткіш әлемдегі ең үлкен құрметке ие. Оның сабағы кез келген қиындықты жеңу үшін бірлікте болу. Ұлы Қытай қорғаны қытайлықтардың ерлігі мен батырлығының белгісі деген жазу шығады.